Апта ішінде қолжетімді әкімдік жобасы өз жұмысын бастады. Халыққа қолайлы жағдай жасап, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында арнайы алаң ашылды. Мұнда халыққа қызмет көрсету орталығының маманы, жер қатынастары мен ауыл шаруашылығы, тұрғын үй коммуналдық жұмыспен қамту және құрылыс бөлімдерінің қызметкерлері азаматтарды қабылдайтын болады. Елбасының 100 нақты қадам ұлттық жоспарында көрсетілген шараларды іске асыру үшін бүгін біздің қалада қолжетімді әкімдік ашылып отыр. Осы жобаның нақты мақсаты біздің тұрғындарға қолайлы жағдай жасау, бірнеше әкімдіктің бөлімдерінің мамандары қызмет көрсетеді халыққа, және қызмет көрсету орталығының маманы кеңесші ретінде де көмек көрсетеді халыққа. Осы жоба сыбайлас жемқорлықты алдын алуға өз үлесін қосады деп санаймын. Жаңа жоба аясында азаматтар тұрғын үй кезегіне тұрудан бастап жерге орналастыру жобасын алғанға дейін мемлекеттік қызметтерді алуына болады. Сондай-ақ электронды үкімет порталы арқылы электронды цифрлы кодқа ие немесе мобильді үкіметте тіркелген азаматтар да дәл осы жерден халыққа қызмет көрсету орталығының бірнеше қызмет түрлерін алуына мүмкіндік бар. Айтулы жобаны біздің қаламызда енгізуде Атырау және Батыс Қазақстан өңірлерінің тәжірибелері зерделеніп іске асырылып отыр. Оны жұмыс жүйесіне ендірудегі басты мақсат мемлекеттік қызмет көрсетулерде ашықтық, қолжетімділік, қызмет көрсету сапасы және жайлылық принциптер бойынша еңбек ету болып табылады. Бұл жоба өте тиімді болады деген ойдамын. Электронды үкімет порталының осында орналасуы тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасамақ. Сондай-ақ 9-шы ықшам аудандағы халыққа қызмет көрсету орталығындағы жүктемені азайтуға сеп болады деген үміттеміз. Себебі қаланың орталығында тұратын жерлестерімізге енді кезекте электронды үкімет порталының бірқатар қызметтері мен әкімдіктің мемлекеттік қызметтері қолжетімді болғалы тұр деді шаһар әкімі. Бұл алаң кедергісіз кеңістікке мемлекеттік қызметтерді, сондай-ақ өтініштерге жауап алуға мүмкіндіктер беріп, тұрғындар қажетті қызмет түрлеріне оңтайлы түрде қол жеткізбекші. Тағы бір айта кетерлік жайт, Ақмола облысында әлеуметтік саяси маңызы бар және тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жоюға, халыққа қолайлы жағдай жасауға бағытталған Ақмола адалдық алаңы жобасы жүзеге асырылуда. Осыған орай жобаны іске асыру шеңберінде әкімдіктің бірінші қабатында орналасқан бөлмені Open Space ашық кеңістік ашық форматына қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл өзгерістер қалыптасып кеткен кабинеттік жүйеден қолайлы дәліздік жүйеге өту мақсатымен ұйымдастырылуда.